Міне жаңа негіз ауыл тұрғындары мынау Қарқаралының жаңа бейіті басталды. Бір тәртіпке келтіріліп жатыр. Мына жерге міне кендігі қайтыс болған адамдар жаңағындай көтерілмейді басы, тек тас қана қойылады. Сосын қазылуында да жаңағындай өте қатты жалпақ қазбайды. Міне бүгін 95 жастағы апамыз қайтыс болыпты Қарқаралының. Сол кісінің міне ұрпақтары келіп бәрі келісті. Осылай міне қазады. Басына тек тасын ғана қоятын болады. Тасты енді битті көтермейді. Осы топырақпен қалады. Өйткені бұл көп адамның мұңы, көп адамның айта алмай жүргені. Кейбір күндері кейбір адамдар жаңа шамалары жетпей жатады бит көтеруге. Сондықтан да мына жерде ысырапшылдыққа бармайық. Жаңа негіз ауыл өзіміздің анау бауыраттағы битті де сондай қылып қолға алайық. Тек басына бас қойылады, бас тасы қойылады, болды, басқа фундамент, тас ешқандай көтерілмейді. Осыған міне заң жүзінде де скоро не шығарайын деп жатыр. Кәдімгідей шешім шығарады. Осы бейітке міне осыған көнген адамдар осы жерге жерленетін болады Қарқаралдағы. Міне бірінші бейіт 95 жастағы апамызға беріпті. Міне ұрпақтары бәрі келісті. Бір ауыздан шешім қабылдап, Қарқаралының ақсақалдары бар, акиматтан да кісілер келіп бәріне. Мынаны будущее мынаны да келістік, жаңа қамыршылар қысқартып қана қазатын болады. Сосын үстін тақтаймен жанынан жабады міне. Ето осының жастындай ғана қазылады. Сонымен тоқтайды. Мәйіт сол жанының оң жақ иықпен қойылады. Үстіне ешқандай кірпіштік кері жоқ. Өйткені ол жерде адам жаңағындай негізі өз шариғат бойынша топыраққа айналып кету керек. Топырақпен топырақ болып кету керек. Құранда жазылған аят бар екен. Сондықтан осыған амал етейік, жаңа негіз осыны хабардар етейік. Енді ешкімнің үйінде бұндай қайғы болмасын десек те бәрібір жаралғаннан кейін өлмейтін пенде жоқ қой. Осының мәселесін бүгін көтердік міне Қарқаралда.